Аңызды білмеген ұрпақ табиғатты қадірлемейді. Қазақ халқының табиғатпен етене жақын болуының себебі де аңыз әңгімелердің тәрбиелік мәнінде жатыр. Мысалы, қарлығашты алып қарайық, ол қызыл кітапта жоқ, мемлекетте оны қорғап жатқан жоқ. Құсты сақтап тұрған қарлығаш туралы киелі аңызы. Әйтпесе, биологиялық тұрғыдан торғай мен қарлығаштың айырмашылығы шамалы. 1973 жылы Арне Несс деген ғалым экософия немесе дип экологи деген ғылым жасайды. Мағынасы табиғаттың киелі мәніне үңілу деген сөз. Ал экологияға киелі мәнді сіңіретін нәрсе иләхи кітап, пайғамбарлар және әулиелер. Әр аң мен құстың артында иләхи мазмұн тұрмайтын болса, ол жануар табиғаттан оңай жойылады. Мысалы, Қаратауда баба-түкті шашты Әзіз әулиенің бұлағы бар. Оны жылы бұлақ деп те атайды. Бұлақтан жиналған кішігірім көлде балық өте көп, бірақ оларды ешкім ауламайды. Әулиенің балығы деп тиісуге қорқады. Одан басқа жердің бәрінде балықты қырып аулап жатыр. Сол сияқты Маңғыстаудың Оғланды тауындағы арқар киіктерді қараңыз. Емін-еркін жайылып жүреді. Адамнан үркпейді. Жұрт та оларға тиіспейді. Себебі оны Бекет атаның арқары деп біледі. Ал одан өзге жердегі арқар мен киік адамның өзі тұрмақ иісі жетсе қашады. Яғни Оғландыдағы арқарды сақтап тұрған Бекет атаның шарапаты. Әсілінде балаларға биология пәнімен қатар жануарлардың киесін баяндайтын аңыздарды айтылуы керек. Сол үрдістің болмауынан әлемде аң-құсқа мейірімсіз, оларды қыра беретін жаңа безбүйрек ұрпақ өсіп келеді. Бұл Қазақстанға да таңсық емес. Қазір елдің флора мен фаунасын қорғау жылдан жылға қиындады. Мемлекет қызыл кітаптағы тізімді көбейтіп, браконьерлермен күресті күшейтіп, айыппұл мен жазаны қанша жерден арттырғанымен жануарларға деген геноцид тоқтайтын емес. Аң-құстың ерекше түрлері жойылып та барады. Браконьерлер аң тұрмақ, оны қорғап жүрген қорықшыны да шімірікпей атып тастайтын күйге жетті. Соңғы бір жылда осындай екі оқиға тіркелді. Ерлан Нұрғалиев пен Қаныш Нұртазинов деген екі қорықшы киіктерді күзетіп жүріп, браконьерлердің қолынан қаза тапты. Лин Уайт есімді америкалық ғалым экологияны қорғаумен айналысатын жаңа дін ойлап табу керек. Не болмаса, ұмытылған көне аңыздарды қайта тірілту керек деп ұран көтерді. Соның нәтижесінде қазір әлемнің кейбір дамыған елдері экософияны мектепке қосымша пән ретінде кіргізіп жатыр. Ал бізде аңыз қисса айтатын көнекөз қариялар азайып еді, жұрт жыбырлаған тірі жәндік көрсе болды, шімірікпей қыра беретін тас жүрекке айналды. Әсілінде көне заманның экологтары аңызшыл қариялар бүгінгі экологтардан әлде қайда тиімді жұмыс жасаған еді.